Баршаңызға сәлем. Бүгін медовик пісіреміз. Сары май мен мёдқа секе салып, водяной баняда ерітеміз. Сарғайғанша. Осылай сарғайғасын, бір чайный ложка ас содасын салып, ағарғанша бұлғаймыз. Міне ағарды. Ағарғаннан кейін кен ыдысқа жұмыртқаны жарып, бұлғаймыз жұмыртқаны. Жақсылап бұлғаймыз. Жаңағы қоспаны қосып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Он салып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамырды алып, бірнеше бөлікке бөлеміз. Оған дейін духовканы қыздырып қоямыз. Содан кейін дөңгелек етіп илейміз қамырды. Торттың формасын жасап, дөңгелек етіп илейміз. Крем жасаймыз. Кремге бізге сгущенка және сары май. Осыларды салып миксерлейміз. Міне осындай крем шығады. Қамырды пісіріп аламыз. Осылай торттың формасын келтіреміз. Піскен корждың үстіне кремді жағамыз. Және әр коржды осылай жинап торт жасаймыз. 알아서 좀 가고 싶거든요. Үстіне үгіттелген корждарды немесе үгіттелген орехтерді үстіне осылай саламыз, безендіріп. Міне, біздің тортымыз дайын, ас болсын.